Адам өміріндегі ең құнды ресурс не? Я, ол ақша емес. Уақыт? Жоқ, уақыт ресурс емес, себебі уақыт аз немесе көп болуы мүмкін емес. Уақыт бар немесе жоқ болуы мүмкін. Біз тірі болғанда уақыт бар, ал көз жұмылған соң уақыт жоқ. Сонда ең құнды ресурс ол әрине энергия. Қазақшаласақ, күш-қуат. Энергия ол ресурс, ол аз немесе көп бола алады. Энергия ең құнды ресурс, себебі біз өзіміз үшін ең пайдалы, ең қажетті әрекеттерді ақша жоқ болғандықтан, немесе уақыт жоқ болғандықтан емес, бойымызда энергия мөлшері аз болғандықтан жасамаймыз. Мысалға, үй жинау керек еді. Бүгін демалыс, сағат әлі 10 екен. Интернеттен кино көріп жата тұрайын, әлі ерте ғой. Немесе жұмыс көп, қазірше почтамдағы SMS-терді қарап шығайын, ертең міндетті түрде жасайын. Болмаса, осы жылы мен түк жасамадым. Келесі жылы жаңа жылдан кейін мен өмірімді өзгертем. Күнде кітап оқимын. Телефонды бір жола тастаймын. Бұл үш мысалға ортақ бір факт, ол кейінге қалдыру. Анығында біздің әрқайсымыздың ішімізде алапат күш жатыр. Ат күшіндей емес, пілдің күшіндей. Сонда бізде піл күшіндей энергиямыз болса, неге қарапайым оңай іс әрекет жасай алмаймыз? Біреу таңғы сағат 5-те тұрып жүгіргісі келеді, ал біреу кітап жазғысы, ал енді біреу видео монтаж жасағысы келеді. Алайда мұны толық жасамақ түгілі тіпті бастай алмай жүр. Мәселе сонда бастау бұл оңай шаруа емес, ал егер басталса, бұл істің жартысы жасалғаны. Қандай да ерік жігер қажет болған сәтте өз ішіңіздегі күш-қуатты басқаруды ойлаңыз. Энергияны дұрыс мақсатта қолданыңыз. Ал энергияны дұрыс пайдаланудың бірнеше құпиясы бар. Біріншісі пілді жаттықтыру, немесе ішіңіздегі алапат күшті басқаруды үйрену. Мейлі ол піл, айдаһар немесе арыстан болсын. Ол сіздің эмоцияға емес, ақыл ойыңызға бағынуы керек. Екіншісі, пілді қорқытып алмау. Яғни біздің ішіміздегі алапат күш, осы мысалда ол піл. Күн сайын таңғы сағат 9-да тұрып жүрген адам кенеттен ертеңнен бастап таңғы 5-те тұрып жүгіремін десе, не болар еді? Әрине, оның ішіндегі пілдің жүрегі жарылар еді, себебі ол жүгіргісі келмейді. Осы себептен күн сайын оятқышты 10 минутқа ерте қойсақ ше. Яғни, ертең сағат 8:50-де тұру керек. Онша қорқынышты емес. Солайша 6 күнде 1 сағатқа ерте тұратын болады. Яғни, үлкен істі ұсақ жұмыстарға бөлу. Үшіншісі, махаббат пен мотивация. Әрбір ойға алған ісіңізді жасау үшін өзіңізге шынайы сұхбат беріңіз. Бұл істі жасасам не болады, жасамасам не болады. Ойға алған ісіңізді толық атқарып болған сәттегі қуанышты қалпыңызды ойлаңыз. Ал егер де шынында да шаршап тұрған болсам ше? Адамның күш-қуаты өте алапат, және ол бірден тола алады. Егер де сіз ақыл-ой процестегі шығармашылық жұмыспен айналысатын адам болсаңыз, онда 5-10 минут жеңіл физикалық жаттығу жасаңыз. Немесе керісінше, егер сіз физикалық жұмыстан шаршасаңыз, 5-10 минут қолыңызға қалам мен қағаз алып, шығармашылық іспен шұғылданыңыз, сурет салып көріңіз. Ал 10 минуттан соң жеміс шырынан немесе су ішіп, қайта өз жұмысыңызға кіріссеңіз болады. Бұл процесс шынында да көмектеседі. Экономикада қаражатты ресурс ретінде бағалап, ақшаның кірісі мен шығысын жазып отырады. Ал энергия ресурс болса, неге өз энергияңыздың қайда жұмсалып жатқанын жазбасқа? Сонда бәлкім сіздің ақыл-ой күш-қуатыңыз бір жерге шоғырлану мүмкіндігі артар еді, ісіңізге алға басар еді. Және соңғы қағида, өз ішіңіздегі алапат күшті, мүмкін сіздің ішіңіздегі күш айдаһар шығар, оны жаттықтырған кезде оған бастаған істі соңына дейін жеткізу керектігін үйретуді ұмытып кетпеңіз.